Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі 3-ші сынып математика 3-ші 91-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы газеттен 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және алгоритмі бекіту. Балалар, енді біз екінші тапсырмаға көшейік, өйткені бірінші тапсырманы мұғалімдерің ауызша айтатын сияқты. Екінші есепте балалар бізде амалдардың орындалу тәртібін анықта. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. Бірінші біз 285 көбейту 3 азайту 4 қосу 254 бөлу 2 тең 574. Ол үшін балалар біз баған түрінде орындаймыз және бізде бұлда тәртібін анықта дейді. Ол үшін біз x көбейту 286 көбейту 3 тең 155. Осылай шығарамыз, барлық есептерді шығарамыз. Ал енді біз 3-ші тапсырма. Енді балалар бізде бұл 3-ші тапсырма екен ғой балалар. Бұл жақта мен 4-ші тапсырманы қазір стопқа басып қоямын қайтадан. 3-ші тапсырмада бізде теңдеулерді шеш. Осыны 398-ді қосамыз x тең 69 көбейту 8. 398 қосу x тең 552. X тең 552 азайту 398. Сонда x тең 154. Сонда бізде x бізде дұрыс пайда болды. X'те сонда бізді берілгені 154 болды. Сонда астына осыны сызықша қойып, сразу 398 қосу 154 тең 69 көбейту 8. Сонда астына 552 тең 552. Ал енді екінші бұны балалар бірінші жай теңдеуге айналдырып, күрделі теңдеуге айналдырамыз, жарай ма? Осы теңдеулерді шығарып, өздеріңді шығарып үйренсеңдер болады. 7 көбейту x тең 245 бөлу 5. 7 көбейту x тең 49. Айтпақшы, қыздар, келе жатқан мейрамдар мен 8-ші наурызбен құттықтаймын. Бақытты болыңдар, өте әдемі болып жүре беріңдер. Аспанда қанша жұлдыз бар, сонша жұлдызға дейін ұзақ өмір сүре беріңдер, жарай ма? Ал енді сабағымыз жалғасты. Сонда 7 көбейту x тең 49. Сосын x тең 49 бөлу 7. X тең 7. Сонда бізде x болып жасырынып тұрған сан 7. Сонда жаңағыда айтқанда сызықша қойып, 7 көбейту 7 тең 245 бөлу 5. Астына 49 тең 49. Ал енді 4-ші тапсырма. Бізде 4-ші тапсырмада есептерді шығар. Александр Пушкиннің музейіне бару үшін әрқайсысына 25 студенттен 4 топ балалар шартын қандай деп ойлайсыз? Сізге уақыт беремін. Жарайды балалар, сіздер бұны таба алады деп ойладым. Бірақ сіздер кейбірлер таба алды, немесе таба алмады кейбірлер. Ал енді біз бұл жерден бірінші 25 студенттен 4 топ жазамыз. 25 студенттен 4 топ. Сосын және әрқайсысына деп меңгені жазбаймыз. Аслында 25 оқушыдан 3 топ. Жолға шықты дегенді жазбаймыз. Сонда барлығы дегенді жазып, сосын қанша адам жолға шықты. Q.A.Ж.Ш деп жазамыз. Сосын шешуіне 4 көбейту 25 тең 100. 3 көбейту 25 тең 75. 100 қосу 75 тең 75. Студент жолға шықты деген екен. Бірақ біз барлығы 75 студент жолға шықты. Ал енді саяхат кезінде 500 фотосурет түсірілді. Олар 36 суреттен 3 фотоальбомға орналастырды. Фотосурет 500 түсірілді деп жазып, сосын астыға 36 суреттен 3 фотоальбомға
фотоальбомға от точка жазамыз. Сонда альбомға орналасқан неше фотосурет қалды? Қалды неше фотосурет деп жазамыз белгісіз. Деп ал енді шешуіне 3 көбейту 36 тен 108, 536 108-тен 192 фотосурет орналастырылмады. Сонда альбомға орналастырылмаған 392 фотосурет орналастырылмады. Енді 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада амалдарды орындалу ретін анықтап, оларды есепте. Біз есептейтін қайсы бірінші жазылады, қайсы екінші, үшінші жазылады сияқты деп жазамыз. Балалар, бұны сіздерге өздеріңіз орындауға беремін, бірақ сіздерге шығарып бердім. Енді 6-ші тапсырма. Міне балалар, 6-ші тапсырмада сурет бойынша шешуі төмендегі өрнектерге сәйкес келетін есептер құрастыр дейді. Бізге сәйкес келетінді өзіміз құрастырамыз. Балалар, өзіміз осыны құрастырып көрейік. Жарайды ма? Балалар, міне мен сіздерге осы жерде көрсеттім. Осыны өзіміз жазып алайық. Ал енді 7-ші тапсырма. Немесе балалар қай тапсырма келді, сол тапсырмады. Міне ең соңғы немесе тапсырмалар кішкене қалды. Енді 7-ші тапсырмада есеп бойынша өрнектер жаз және олардың мәнін тап. Асы 2 қорапқа 46 ойыншық салынды. 3 қорапқа дәл осындай қанша ойыншық салуға болады? Үшін 2 қорапқа 46 ойыншық деп С точка жазыңыз. 3 қорапқа белгісіз ойыншық С точка деп шешуі бізде 46 бөлу 2 тен 23 көбейту 3 тен 69 сынды жауабына 3 қорапқа осындай 69 ойыншық салынды деп жазамыз. Ал енді әсі 2 жіпке 245 моншақ өткізілді. Әсі деп 2 жіпке 245 моншақ өткізілді. Ö точка. Қорапта әлі 16 моншақ бар. Қорапта әлі 166 моншақ бар деп жазамыз сосын асыла. Сосын қорапта барлық қанша моншақ болған? Барлық дегенді жазып, қанша моншақ қалған деп жазып, сосын жауабына біз үшін біз 2 көбейту 245 тен 290 қосу 166 тен 450. Сонда 245-ке қосамыз 416 тен 411 моншақ болған. Сонда барлығы 411 моншақ болды. Енді келесі. Осы орамда 32 метр мата бар. Оның 8-ден 1 бөлігі қиып алынды. Орамда қанша метр мата қалды? Орамда 32 метр мата деп. Сосын 1 бөлігін қиып алды. 8-ден 1 бөлігін қиып алды. 1 сызықша 8 деп жаздым. 1 бөлігі 8 қиып алды, 8-ден 1 бөлігі деді. Түсінікті ме? Ал енді орамда қанша метр мата қалды? Қалды белгісіз мата орам. Үшін біз шешімде 32 бөлу 8 тен 4 метр. Сосын 4 көбейту 1 тен 4 метр. Сонда 32 азайту 4 тен 28 метр мата қалған. Қалды 28 метр мата. Ал енді балалар, келесі тапсырма немесе мен қазір кітапқа қарап жатқан жоқ. Көрейін. Балалар, бізде 8-ші тапсырма бар екен. Көп бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлшеп, олардың периметрлерін тап. Мен сіздерге жазып қойдым. Балалар, көріңіздер ме? Екеуін де периметрін жазып қойдым. Ал енді келесі немесе біткен тапсырма. Балалар, 9-ші тапсырма қапты. Міне, 9-ші тапсырманы оқиын. 3 дос үстел үстінде жатқан фломастерді қалай бөлшектедіктерін
ақылдастық. Анан егер әрқайсымыз 6 фломастерден алатын болсақ, онда екеуі артық қалады. Ал 7 фломастерден алатын болсақ, онда біреу жетпей қалады. Үстел үстіне қанша фломастер болған? Үстел үстіне сонда ол үшін 6-ға көбейтеміз. 3-ті қосамыз, 2 тең 20. 7 көбейту 3 азайту 1 тең 20. Сонда бізде қанша фломастер болды? 20 фломастер болды. Жауабы 20 фломастер болды. Балалар, назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Балалар, сау болыңдар.